Енді түсінесің ба, биліктің басында отырған проституткам балдар екен. Скажи, что я не прав. Айтшы, мен не прав деп. Кімге айтып отырсыз, маған ба? Саған айтамын, айтшы, менікі дұрыс емес деп айтшы. Биліктің басында отырған проституткам балдар ғой, продажный. Еврейлер білет сол. Зинадан туылған балдар продажный болады. Шешелерін танымаймын бұл мен олардың. Шешелерін танымаймын, қалай айтамын деймін. Енді өзінің ана тілін білмеген, ол дейтін проституткам баласы ғой, проституткам баласы. Ана тілін министр болып тұрып, ана тілін білмеген проституткам баласы ғой енді. Қалай деп айтасың оған басқа? Қалай басқа айтасың? Мен қазақпын дейді. Ыр-бір-тыр деп қазақ тіл білмейді ана министр. Тупой министр. Просто конченый проститутка болады ғой. Сол еврейлер. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Премьер-министр. Тыңдап тұрмын сіз, айта бер. Ойым қосып кетейін деген едім. Айтып отқан Түркиядан қазақ бауырымызға бір шли қатты кетіп қалған сияқты енді проститутка деп. Енді тәрбиеге байланысты осы құлдық сана ғой енді үйтіп. Провокационный не сияқты да қазір. Ағамыз иә деп айтса, болды сонымен статья болайын деп тұрған сияқты ғой. Соған кеп тұрған сияқты да. Кішкене сондай бір сырттан солай